Сәлем сыныптастарым, қалайсыңдар? Ой, сенің киімі қандай арзан? Соны айтам. Менде басқа киім жоқ еді. Айша, класстастарым тарап кетті ғой, неге жылап отырсың? Мен кедей болғасын, ешкім менімен дос болғысы келмейді. Айша, сен өте жақсы қызсың. Ондай жаман адамдармен дос болып керек емес. Қызым, менде өте жаман жаңалық бар. Біз банкрот болдық. Енді біз бай бола алмаймыз. Қалайша, мен кедей болғым келмейді. Мама, мына жаман киіммен қалай кіремін? Класстастарым мазақтайды ғой. Айлин, сен кедей болып кеткенсің ба? Сен енді бізбен дос бола алмайсың, сен кедейсің. Айлин, сен танымай қалдық қой. Кедей болып қалғансың ба? Сендер сонда менімен осы уақытқа дейін өтірік дос болдыңдар ма? Сендер өтірік дос болғандарыңды білгенде ғой, дос болмайтын едім. Айлин, не болып қалды саған? Тоқтатыңдар. Олай адамды бай, кедей деп бөлуге болмайды. Адамның бәрі бірдей. Олай бөлуге болмайды. Туф, бір қарным ашып отыр ғой. Ең болмаса су болғанда ғой. Айлин, сок ішесің ба? Қалайсың? Сенде бәрі жақсы ма? Жақсы болып қалдың ба? Айша, неге маған көмектесіп жатырсың? Неге сок алып бердің? Мен сені қатты ренжіттім ғой. Мен сені жамандадым. Бәріне өсектедім. Айлин, мен жай қатыгез адам болғым келмейді. Сол үшін бәріне көмектесемін. Рахмет, Айша. Енді осыдан бастап дос болайық.